Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін мен сіздер үшін сондай маңызды тақырыптардың бірін айтатын боламын. Сондықтан міндетті түрде видеоға лайк қойып, соңына дейін көріңіз. Жалпы бүгін етеккірдің әйел адамдарда келмей қалуының себептері жайлы айтатын боламыз. Негізінен ол екіге бөлінеді: физиологиялық және патологиялық жағдай деп айтамыз. Физиологиялық деп отырғанымыз ол әйел адамның организмінде табиғи өзгерістерге байланысты етеккірдің келмей қалуы. Оның екі себебі болады. Біріншісі жүктілікке байланысты, яғни әйел адамда ұрықтану процесі жүретін болса, организмінде бала пайда болып жатқан кезде, осы кезде етеккір тоқтайды. Бұны білу үшін біз ХГЧ гормонын тапсырып көрсек болады. Егер ол жоғары болып тұратын болса, неше неделяға сәйкес келеді, қасында сразу жазылып тұрады. Демек, бұл жүктілікке байланысты етеккірдің тоқтауы. Екінші себеп ол менопауза, яғни әйел адамның ағзасында овуляция процесі дейміз, аналық жұмыртқа жасушасының өндірілуі фолликулалар деңгейінің төмендеуіне байланысты. Қазіргі таңда, мысалы үшін, средний алғанда 45-тен жоғары әйел адамдарда, кейбір әйелдерде 40-тан жоғары етеккірдің тоқтауы байқалады. Бұны менопауза деп атаймыз. Оны қалай білуге болады? Фолликулостимулирующий және лютеиндеуші гормондар ФСГ, ЛГ екеуін анализ арқылы тапсырып, нәтижесіне қараймыз. Егер де екеуі прямо низкий болып тұратын болса, онда менопаузаға байланысты сіздің етеккіріңіздің тоқтап, тежеліп тұрғанын білуімізге болады. Енді бұл физиологиялық жағдай. Патологиялық жағдайларға келетін болсақ, бірінші себеп ол әйел адамда стрессті жағдайлар. Әйелдер көбіне мән бере бермейді. Стресс ол етеккірге әсер етеді ме деп ойлауы мүмкін. Негізінен стресстің әсерінен организмде орталық жүйке жүйесінде гипофиз, ол гипофиз бізде яичнигіміз бар ғой, соған әсер ететін гормондарды өндіреді. ФСГ, ЛГ-ның өндірілуі төмендейтін болса, стресстің әсерінен, онда етеккір келмей қалады. Екінші себеп ол щитовидка, яғни қалқанша безінің аурулары. Гипотиреоз болатын болса, әсіресе, онда етеккірдің циклында бұзылыс болады, кешігу болады. Гипотиреоз бұл қалқанша безінің гормондарының төмен болуынан айтамыз гипотиреоз деп. Ол жағдайда организмде пролактин гормоны жоғарылайды. Нәтижесінде білеміз, пролактин деген ол овуляцияны тежеп тұратын гормон болып саналады. Сондықтан да осы пролактиннің деңгейіне қараймыз. Ал енді гипотиреоз бар жоғын білу үшін Т3, Т4, ТТГ деген щитовидканың анализдерін тапсырсақ болады. Және төртінші себеп ол пролактинге байланысты, гиперпролактинемия дейміз. Оның себебі стресстен болуы мүмкін, пролактин гормонын жоғарылап кетуі. Екінші, жаңа мен айтып өткендей, щитовидканың бұзылыстары. Үшінші себебі гипофиздің доброкачественный новообразованиелер. Егер де гипофиздің қандай да бір образованиелер пайда болатын болса, гипофиз ол мида, біздің басымызда орналасқан гормон бөліп тұратын без болып саналады. Осыны біз КТ МРТ-ға түсіру арқылы зерттеп, көлемі норма ма, соны қарауымыз керек. Егер де ол ұлғаятын болса, немесе қасында жаңағы образование пайда болса, онда пролактин деңгейі жоғарылайды. Соответственно, етеккірдің уақытша тоқтап тұрған себебі дәл осы жағдай болуы мүмкін. Және бесінші себеп бар, ол бізде астения. Әйел адам өте арық болса, тамақты дұрыс жемей қойса, майлы тағамдарды шектеп тастаса, және анализ тапсырған кезде анализінде белок, май, холестерин, триглицерид дегендердің барлығы төмендеп кететін болса, онда гормондардың өндірілуіне қажетті белоктар және майлардың жеткіліксіздігінен гормондардың бұзылысы болып, нәтижесінде етеккір тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан да әйел адам всегда өзінің весіне да мән беру керек. Арықтаудың барлығы керемет әсер бермейді, керісінше гормондар бұзылысына алып келуі мүмкін. Және де бесінші себебі бар, бұл гиперандрогения, яғни ер адамның организмінде болатын гормондар, егер де әйел адамда жоғарылап кететін болса, тоже етеккірдің тоқтауына алып келеді. Ол үшін тестостерон, андроген деген гормондар бар, соларды тапсыру керек. Жалпы егер де гиперандрогения болатын болса, организмде оның симптомдары болады: сақал, мұрт, денеде көп безеулердің пайда болуы, майлардың көп бөлінуі организмде, шаштың жиі майлануы, осылардың барлығы ол гиперандрогенияның белгісі болып саналады. Сондықтан да, егер де организмде әйел адамда етеккір келмей, кешеуілдеп жатса, оған просто так қарамай, міндетті түрде гормональный өзгерістер бар ма, анализдер тапсырып, талдау қажет. Егер де ақпарат пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақ болса, қоя беріңіздер, алдағы уақытта жауап беретін боламын. Сіздермен бірге болған мен дәрігер Маратбекқызы. Сау болыңыздар.